WhatsAppқа, колл-центрға, дайректке өте көп сұрақтар келеді. СДУ-ға қызығушылық танытып жатқан, СДУ-ға түскісі келетін, грант конкурсы жайлы білгісі келетін, жалпы білімге құштар жастар бізге көп жазады. Сондықтан біз осылай тікелей эфир өткізу арқылы сіздердің сұрақтарыңызға толық жауап беріп, сіздермен кері байланыс орнатуды жөн санадық. Пост жазу, оны оқи салу бір бөлек, ал осылай онлайнда бір уақытта, бір толқында болып, сіздердің сұрақтарыңызға толыққанды жауап беру біз үшін бір жағынан қуаныш, екінші жағынан өте тиімді болады деп ойлаймыз. Сондықтан бүгінгі тікелей эфирдің тақырыбы тек қана бакалавриат бойынша, жалпы мектептен кейінгі, колледжден кейінгі бакалавриатқа түсетін талапкерлердің оқуға түсу мәселесі туралы, грант конкурсы туралы, қандай құжаттар керек, жаңағы постта жазған барлық сұрақтарға жауап береміз, және де сіздің артылған сұрақтарыңызға да міндетті түрде жауап беретін боламыз. Тікелей эфир қазақша өтеді, бірақ егер сұрақтарыңыз бар болса, комментарийға жазыңыз, сіз қалаған тілде жауап беретін боламыз сіздің сұрағыңызға. Бірінші физикадан бастап, өйткені бұл пәнді таңдаушылар өте көп қой. Міне математика, физика. Ең алдымен мен СДУ-дағы бар мамандықтарын және олардың кішкене ерекшеліктерін айтып кететін боламын. Математика, физика таңдаған талапкерлеріміз бар болса, олар көбінесе бізде екі бағыт бар. Бір жағы IT саласы, екінші жағы педагогика. IT саласына бізде 3 мамандық бар, яғни білім беру тобын таңдайсыздар ғой, сіздер грантқа түсетін кезде. Сол кезде білім беру ақпараттық технологиялар деп аталатын білім беру тобында біздің 3 мамандығымыз бар. Олар ақпараттық жүйелер, мына жерде орысша жазылып тұр, есептеу техникасы мен бағдарламалық қамтамасыз ету, ол қазір атауы ауысты, компьютерлік ғылымдар деп, және математикалық және компьютерлік модельдеу МКМ деген осы 3 мамандық негізгі IT саласының мамандықтары. Ол жерде студент бағдарламалауды, программа жасауды, айтишник болуды үйренеді. Одан кейінгі бізде математика бар, ғылыми математика, ол жерде Асқар Жұмаділдаевтың шәкірті боласыздар. Бұл жерде де IT-дің бірнеше салаларын үйретеді сізге. Толық айтишник болмасаңыздар да, жалпы сол техникалық білімді, жаратылыстану ғылымдарын меңгеріп шыға аласыз. Екінші бағыт бізде педагогикалық бағыт. Бұл дегеніміз, мен қазір комментарийді өшірейін, сіздерге оқуға ыңғайсыздық тудырмасын. Екінші бағыт педагогика. Педагогикада бізде математика пәнінің мұғалімі болуға, физика, информатика пәндерінің мұғалімі болуға болады. Осы математика, физика таңдағандар үшін, және физика, информатика, математика пәндерінің мұғалімі болуға мүмкіндік бар. Басқа оқу орындарынан ерекшелігі, бізде толық ағылшын тілінде сабақтар өтетіндіктен сіздер оқуды бітіргеннен кейін қазақ тілінде ғана емес, ағылшын тілінде сабақ бере алатын, яғни зияткерлік жоғары деңгейдегі жақсы үздік мектептерде ағылшын тілінде сабақ беруге, халықаралық мектептерде сабақ беруге мүмкіндік аласыздар. Келесі таңдау пәні бізде математика, география. Бұл бізде бизнес саласының мамандықтары, яғни біздің факультеттің де атауы бизнес мектебі, СДУ бизнес мектебі. Бұл жерде 5 түрлі мамандығымыз бар. Алдыңғы жылы өкінішке орай бұл мамандықтарға грант бөлінбеген болса, биыл өте қуанышты жағдай, барлық 5 мамандығымызға да гранттар бөлінген. Яғни қаржы, есеп және аудит, экономика, диджитал маркетинг және менеджмент мамандықтары бар. Бұл мамандықтардың әрқайсысы бір-біріне, жалпы бизнес саласында болғанымен де олар бір-біріне ұқсамайды. Финансы деген қаржы саласы, қаржы маманы, учет, аудит деген бухгалтерия саласы, экономика деген жалпы осы экономикалық жағдайларға өте бір ықпалын тигізетін, сол салада жақсы білікті маман атануға мүмкіндік беретін мамандық. Диджитал маркетинг деген өте қазір сұраныстағы мамандықтардың бірі, яғни сіз онлайнда әлеуметтік желінің онлайн жаңа технологиялардың көмегін пайдалана отырып маркетинг жасау, нарықты зерттеу сияқты қызықты салада жұмыс жасайтын боласыз. Ал менеджмент деген ол жалпы кез келген компаниядағы команданы басқару, басшы болу деген сияқты қабілеттерді сізге үйрететін болады. Осындай 5 түрлі мамандығымыз бар, 5-еуіне де гранттар бар. Оны қазір кейінірек қай мамандыққа қанша грант бөлінген толығырақ айтатын боламын. Одан кейін бізде таңдау пәні ағылшын тілі және тарих таңдағандар үшін 2 шет тілі мамандығы бар, аудармасы және халықаралық қатынастар бар. 2 шет тілі ол педагогикалық мамандық, бұл мамандыққа гранттар бар, аудармасы мен
халықаралық қатынастарға тек қана ақылы бөлімге түсуге болады. Педагогикалық мамандық екі шет тіліне түсу үшін педагогикалық тест тапсыру керек. Және бұл мамандықта негізгі тіліңіз сіздің ағылшын тілі болады. Одан кейін қосымша екінші тіл ретінде екінші курсқа келген кезде француз, қытай, неміс, түрік, кәріс тілдерінің біреуін таңдай аласыз. Және бұл тілдерге тағы да қосымша басқа да тілдер қосылуы мүмкін сіз екінші курс болғанша. Сондықтан сұранысы өте жоғары мамандық деп осы екі шет тілін айта аламыз. Аударма ісі де өте сұранысқа ие. Бұл жерде сіз ағылшыннан қазақ немесе орыс тіліне, немесе керісінше аударма жасауды, синхронды аударма жасауды үйренетін боласыз. Бұл мамандыққа бізде арнайы зертханалар дайындалған, яғни жаңа технологияларды пайдаланып білім беру үдерісі жүргізіледі. Халықаралық қатынастар енді жалпы дипломатияда екі елдің арасындағы байланыс орнату деген сияқты. Бұл да өте қызықты мамандық. Бұл жерде де сізге біздегі оқыту тілі, яғни ағылшын тілін жетік меңгеру өте үлкен приоритет, артықшылық болады сіз үшін. Одан кейінгі мамандық қазақ тілі мен әдебиетін айтайық. Бізде қазақ тілінде оқытылатын бірден бір мамандықтардың бірі қазақ тілі әдебиеті, яғни бұл педагогикалық мамандық. Бұл мамандықты оқып шығып, сіз қазақ тілі мен әдебиетінің мұғалімі болып шығасыз. Одан кейін егер химия, биология таңдаған болсаңыз да, бізде жалғыз мамандық бар. Ол химия, биология деп аталады. Бұл да педагогикалық мамандық, ағылшын тілінде оқытылады. Мамандықты аяқтағаннан кейін, осының алдында айтқанымдай, халықаралық мектептерде, зияткерлік мектептерде ағылшын тілінде химиядан және биологиядан сабақ бере аласыз. Адам, қоғам, құқық және жалпы тарихты таңдаған балалар үшін бізде екі түрлі мамандық бар: құқықтану және халықаралық құқық. Енді атауы айтып тұрғандай, құқықтану тек қана Қазақстанның заңнамаларын үйретеді сізге, мықты тіл білетін, әртүрлі шиеленіскен істерді, қылмыстық істерді зерттей алатын мықты маман болуды үйретеді. Ал халықаралық құқық мамандығы Қазақстан шеңберінен тыс жалпы әлем бойынша құқықты сізге үйретеді. Бұл жерде де ағылшын тілінде үйретілетіндіктен тіл білетін, тілді жетік білетін және де әлем бойынша барлық заңнамаларды толық білетін жақсы маман иесі атануға мүмкіншілік бар. Шығармашылық емтихан бойынша бізде журналистикаға түсуге болады. Журналистика деген басқа университеттердің айырмашылығы, бізде көбінесе мынау дигитал жағына, онлайн жағына, дәстүрлі журналистикадан бөлек онлайн журналистика, мультимедиа жағын көбірек оқытатындықтан және де ағылшын тілінде де топтар бар болғандықтан біз осындай ерекшеліктермен ерекшеленеміз деп айтқым келеді. Жалпы біздегі мамандықтар осы. Бұл жөнінде толығырақ біздің сайтқа кіріп, біздің парақшаның сипаттамасында сілтеме тұр. Сол жерге бассаңыз, бірден қабылдау комиссиясының парақшасына өтесіз. Сол жерде мамандықтар тізімі бар. Өзіңізге қалаған мамандықты басқан кезде сол мамандық туралы толық ақпарат, мәлімет барлығы бар. Енді келесі мен оқуға түсу туралы айтайын. Оқуға түсу қалай жүргізіледі, қандай құжаттар қажет деген сияқты. Биыл енді пандемияға байланысты онлайн қалай тапсыруға болады деген сияқты. Осының алдында пост жазған болатынбыз. Оқуға түсуде екі түрлі нәрсені ескеру керек. Сіз ақылға түсесіз бе, жоқ әлде грант конкурсына қатысып өзіңіздің бағыңызды сынап көргіңіз келеді ме? Егер де сіз ұбт-дан жақсы алдым деп ойласаңыз, яғни шекті балл алсаңыз, сіз грант конкурсына қатысуға мүмкіндігіңіз бар. Шекті балл дегеніміз 50, педагогикаға түсетіндер үшін 70. Осы ұпайды алған кез келген талапкер грант конкурсына қатысуға мүмкіндігі бар. Грант конкурсы дегеніміз ол университеттің өткізіп жатқан конкурстары емес. Ол әр университет өзінің конкурсын өткізбейді. Ол Қазақстан бойынша 130-дан астам университет бар. Сол барлық университеттерге тиесілі ортақ бір ғана конкурс. Барлық биыл оқуды бітірген, оқуға түскісі келетін талапкерлер осы конкурсқа қатысады. Осы конкурста өздері қалаған университетке осы конкурс арқылы түседі. Бұл бір ғана конкурс. Бұл конкурсқа қатысу үшін сізде шекті балл болу керек деп айттым. Шекті балл алсаңыз болды. Биыл онлайн тапсырасыз. Алдыңғы жылдары университетке келіп, қабылдау комиссиясына құжаттарын өткізіп тапсыратын болатын. Ал биыл енді онлайн egov.kz сайтында ол туралы әлі нұсқаулық шыққан жоқ. Жақын арада шығады деп ойлаймыз. Ол енді біздің жауапкершілігіміз емес, министрліктің жауапкершілігінде. Сондықтан олар бұл туралы дайындалып жатыр. Нұсқаулықтардың бәрін шығаратын болады жақын арада.
egov.kz сайтында қалай тіркелу туралы біз де сіздерге көмектесетін боламыз. Ал жалпы негізгі керек құжаттар біздің сайтымызда бар. Жаңағы парақшаның сипаттамасында тұрған сілтеме арқылы өтсеңіздер, қажетті құжаттар деген бөлімде барлық қажетті құжаттар бар. Мен қазір сонда да сіздерге оқып берейін. Бакалавриат қатысушылар үшін ең негізгі құжат ол мектепті бітіргеніңіз туралы аттестат, мектеп 11 сыныптың аттестаты болу керек, жеке куәлігіңіздің көшірмесі болу керек, сосын ұбт-ны тапсырғаныңызды растайтын сертификат болу керек, 3/4 көлеміндегі фотосурет керек, 6 дана. Сосын егер грантқа түскен жағдайда грант сертификатын да қосып өткізесіз. Одан кейін егер педагогикалық мамандыққа тапсырып жатсаңыз, педагогикалық тест тапсырасыз, оның нәтижесін өткізесіз. Және де сіздің оқыту тіліңіз ағылшын болса, енді бізде 90% ағылшын тілінде оқытады ғой. Егер журналистиканың қазақ тобына немесе қазақ тіл әдебиет құқықтану мамандықтарына түсіп жатқан болсаңыз да, сіз ағылшын тілінен тест тапсыру керексіз. Сол тесттің нәтижесін өткізетін боласыз құжаттармен бірге. Сондай-ақ егер колледж түлегі болсаңыз, факультеттің өкілімен сіз сұхбат жүргізесіз. Сол сұхбаттың нәтижесін осы құжаттардың барлығын өткізіп шығасыз. Бұл жерде назар аударатын бір нәрсе, ағылшын тілінен тест, яғни кез келген СДУ-ға түсетін талапкер ағылшын тілінен тест тапсыру керек. Ол жазбаша және сұхбаттасу күйінде өтеді. Биыл енді онлайн өтеді. Оған біздің сайтта тіркелесіздер. Қазір ол туралы толығырақ айтамын. Және де студенттік қор деген бар, 40 000 теңге. Ол 4 жылға бірден төленеді. 4 жылға төлейсіздер 40 000 теңгені. Бұл жалпы сіздің студенттік өміріңізді қамтамасыз ету үшін арнаулы тренингтар сияқты қосымша шығындарға жұмсалатын сіздің өзіңіздің ақшаңыз болады. Бұл сіздің студенттік порталыңызда тұрады. Студенттік қорға қосылатын ақша. Сіз СДУ-дің студенті ретінде осындай университеттің студенттік қорына ақша қосасыз. Бұл сіздің игілігіңізге жұмсалатын болады. Жалпы құжаттар бойынша осы. Егер сіз ақылыға түсіп жатсаңыз, егер мен шекті ұпайды алдым, бірақ мен грант конкурсына қатыспаймын, мен бірден ақысын төлеп оқимын деп айтсаңыз, онда келесізде біздің сайтта enroll.sdu.edu.kz деген сайтымыз бар. Ол біздің жаңағы қабылдау комиссиясының парақшасында барлығы жазылып тұр. Онлайн құжат тапсыру деп аталатын бөлім бар. Сол жерге кіріп, барлық құжаттарыңызды онлайн түрде тапсырып, өзіңіз туралы толық мәліметтің барлығын толтырып, оны толтырып біткеннен кейін сізге СДУ студенті атандыңыз деген подтверждающий хат келеді. Сол хатты алғаннан кейін сіз 20 тамызға дейін әйтеуір бір СДУ-ға келіп құжаттарыңыздың түпнұсқасын алып келу жеткілікті болады. Бұл ақылы бөлімге түссеңіз. Ал егер мен грантқа түсем десеңіз, онда 13 шілде, 20 шілде аралығында жаңағы egov.kz сайтында онлайн құжат қабылдау бойынша конкурс болады. Сол конкурсқа міндетті түрде өздеріңіздің құжаттарыңызды тіркеп, конкурсқа қатысасыздар. Шекті ұпай алған балалар. Сол конкурстың нәтижелері шыққаннан кейін, сол нәтижесі бойынша бізге келіп, бізге грантқа түссеңіз, бізге алып келесіз құжаттарыңызды, немесе грантқа түспеген жағдайда да СДУ-ға ақылы түсем десеңіз, сондай шешім қабылдасаңыз, құжаттарыңызды бізге алып келесіз. Ол шамамен енді грант нәтижесі шыққаннан кейін 10 мен 25 тамызға дейінгі аралықта. Енді қазір пандемияға қатысты барлығы бір уақытта университетке келуі қашықтықты сақтауға енді кедергісін тигізеді. Сондықтан өздеріңіз нақты 10 немесе нақты 25 емес, алғашқы күні немесе соңғы күні емес, ортаңғы күндеріне келуге тырысыңыздар, адам аз келетін уақыттарда. Мен қазір даталар шығарып қояйын. Келесі айтатын тақырып осы даталар туралы айтқым келіп тұр. Яғни, міне қарап отырсаңыздар, скрин жасап алсаңыздар да болады. 13 шілде, 20 шілде аралығында грант конкурсы болады. Ол egov.kz сайтында өтеді. Одан кейін оның нәтижесімен 25-не дейін құжаттарыңыздың түпнұсқасын бізге алып келулеріңіз керек. Сол бойынша сіз нақты соңғы қадамды жасайсыз СДУ студенті атануға. Одан кейін сол уақытқа дейін құжаттармен қоса сіздің ағылшын тілінен тест тапсырған нәтижеңіз, педагогикаға түссеңіз, педагогикаға тапсырған тестіңіз, шығармашылыққа түссеңіз, шығармашылық барлығы тапсырылуы керек. Яғни 25 тамызға дейін сіз барлық процедураларды аяқтап СДУ студенті атануыңыз керек. Сондықтан нақты даталарды өткізіп алмаңыздар, осы даталарды есте сақтап алыңыздар. Егер сіз басқа университеттен ауысқыңыз келсеңіз де, дәл процесс осындай. 20
25 тамызға дейін ауысуыңыз керек. Ол үшін трансфер @sdu.edu.kz поштасына өзіңіздің транскрибіңізді жіберсеңіз, сізге ауысу мүмкіндіктері туралы міндетті түрде жауап береді 2-3 жұмыс күні ішінде. Сондықтан ауысқысы келетін талапкерлерімізге де осындай ақпарат. Шығармашылық емтихан нақты күндерін белгіледі. Шатаспасам 9 және 10 күндері болады осы айдың. Ал оған тіркелу 8 шілдеге дейін жалғасады. 8-нен кейін ешкімді тіркемейді бұл емтиханға. Сондықтан 8-не дейін міндетті түрде шығармашылық емтиханға тіркеліңіздер. Шығармашылық емтиханы басқа университеттен емес, егер СДУ-ға түскілеріңіз келсе, міндетті түрде СДУ-ға тапсыруыңыз керек. Барлық емтихандар онлайн өтеді. Шығармашылық емтихан, ағылшын тілінен тест және педагогикалық тест. Осы 3 емтиханның барлығы онлайн түрде өтеді. Оған яғни алдын ала тіркелуіңіз керек. Мен осы емтиханды тапсырамын деп тіркелуіңіз керек. Міне мынау скрин, бұл сайттан алынған скрин, көріп тұрғандарыңыздай, регистрация здесь деп жазылып тұр. Яғни осы сілтемені басу арқылы сол емтиханға тіркеле аласыздар. Гранттар мен жеңілдіктер туралы айтып кетейін. Егер біздің тұрақты оқырманымыз болсаңыздар, бізде үнемі сіздерге пайдалы ақпараттар шығып тұрады. Алдыңғы уақытта, осы аптаның басында гранттар туралы пост жариялаған болатынбыз. Грант конкурс туралы осы жерде айта кетейін. Грант конкурсы деген жаңағы айтқанымдай, бұл бүкіл Қазақстанға ортақ бір ғана конкурс. Оны әр университет өзі жеке-жеке өткізбейді. Яғни сіздер бір университеттің конкурсына қатысып жатып, екіншісіне қатыса алмай қалам ба деп уайымдамаңыздар. Өйткені сіздер бір egov.kz сайты арқылы тіркелген кезде сіз жалпы бір ортақ конкурсқа қатысасыздар. Ал қай университетке түсуді таңдау сол жерде жүзеге асады. Бұл жерде конкурс СДУ-дің грантына, тағы басқа да бір университеттің грантына деп жүргізілмейді. Бұл жерде мамандыққа конкурс өтеді. Яғни қанша түрлі мамандықтар бар, сіздердің таңдау пәндеріңіз бойынша. Осы мамандықтардың әр қайсысына гранттар бөлінеді, яғни білім беру топтарына. Мысалға, ақпараттық технологиялар деген топқа 2468 грант бөлінген. Яғни бұл болашақ IT мамандарына. Одан кейін сіз осы физика, математика таңдаған оқушылардың ішінде IT осы білім беру тобын, яғни ақпараттық технологиялар тобын таңдаған балалардың ішінде үздік 2468 баланың ішіне кіретін болсаңыз, сіз осы білім беру тобына грант ұтып аласыз. Одан кейін сіз келесі қай мамандықты таңдауды өзіңіз шешесіз. Осы білім беру тобында қандай мамандықтар бар, сол мамандықтардың кез келгенін таңдап, кез келгенінде оқи бере аласыз. Кейін ауыстырам десеңіз де өзіңіз білесіз, өйткені сізге грант мамандыққа, яғни білім беру тобына берілді, университетке емес. Енді әр мамандыққа қанша грант бөлінгенін айтып өтейін. Математика, педагогика бойынша 500 грант бар. Бұл Қазақстан бойынша, яғни сіздер білесіздер, гранттар СДУ-ға, басқаға, тағы бір университетке деп бөлінбейді, жалпы мамандыққа бөлінеді. Қай университетте осы мамандықпен грантта оқитыныңызды өзіңіз таңдап, өзіңіз шешесіз. Яғни математикаға 500 грант бөлінген, педагогикаға, физика, информатика, бұл да педагогика, 730 грант, химия, биология бойынша 740 грант, қазақ тілі мен әдебиет бойынша 300 грант, екі шет тілі бойынша 760 грант, журналистика бойынша 160 грант, диджитал маркетинг бойынша 85, есеп және аудит бойынша 140, қаржы және экономика мамандықтары бойынша. Осы екі мамандық бір білім беру тобында, сондықтан олардың грант сандары ортақ. 294 грант бар, менеджмент бойынша 275 грант бар. Адам қоғам құқық таңдаушыларға, яғни қолданбалы құқық және халықаралық құқық мамандықтары бойынша 100 грант бөлінген. IT саласы бойынша математика, ғылыми математикаға 600 грант бөлінсе, IT саласына 2468 грант бар деген сөз. Яғни, енді қараңыздар, бір нәрсені ескеріңіздер. Бұл жерде сіз физика, математиканы таңдап тұрсаңыз, сіз химия, биология таңдап тұрған баламен жарыспайсыз. Химия, биология таңдаған бала сізге конкурент емес. Бірақ сізге конкурент ол физика, математика таңдап тұрған балалар, және оның ішінде сіз таңдаған мамандықты таңдаған бала сіздің конкурентіңіз болып табылады. Яғни, енді IT саласы бойынша 2468 грант бөлініп тұр ғой. Яғни, Қазақстан бойынша осынша бала ғана IT саласы бойынша грантта оқи алады деген сөз. Одан кем емес, одан көп емес. Тура 2468 бала грант ала алады. Математика және физика таңдау пәндерін таңдаған және сондай-ақ IT деген мамандықты, ақпараттық технологиялар деген білім беру тобын таңдаған балалар ғана бұл мамандықтың грантын алады. Сондықтан
Бұл жерде конкурс таңдау пәндерін, оның ішінде белгілі бір мамандықты таңдаған балалардың арасында жүретіндіктен, мүмкіндігінше сіз шекті ұпай алсаңыз, грантқа мүмкіндігіңіз бар деген сөз. Бізге өте көп жазады, 83 балл алдым, грантқа түсе алам ба? Мен 90 балл алдым, грантқа түсе алам ба? Мен 120 балл алдым, грантқа түсе алам ба деп бізден өте көп сұрайды. Біз сізге айта алмаймыз, грантқа түсе аласың немесе жоқ түсе алмайсың деп айта алмаймыз. Өйткені біз осы жаңағы конкуренцияның қалай жүретінін біле алмаймыз. Біз білмейміз ғой, математика, физика таңдаған балалар ертең грант конкурсында қандай мамандықты көбірек таңдайтынын біле алмаймыз. Олар оқуға түскісі келеді ма, оны да біле алмаймыз. Мүмкін мен оқымаймын, келесі жылы бірақ оқимын деп айтатын шығар, шектік балл алып тұрса да. Одан кейін біз олардың нақты қандай мамандықты таңдайтынын біле алмағандықтан сізге осы мамандыққа осынша бала тапсырады, сіз өтесіз деп айта алмаймыз. Өйткені ол осы мамандықты қанша бала таңдайтынына және олардың ұпайы қанша соған байланысты. Мысалы, сіз 85 балл алып тұрсаңыз, бірақ осы сіз таңдаған мамандықты таңдап тұрған балалардың ұпайы сізден көп болса, сізден жоғары болса, сіздің ұпайыңыздан, онда сіз артта қалып қаласыз. Онда сізді озып кетеді. Сондықтан сіз грантқа түсе алмай қалуыңыз мүмкін. Ал егер сіздің таңдаған мамандығыңызды таңдап тұрған балалардың да ұпайы сіздікімен деңгейлес немесе сіздікінен төмен болса, онда сіз алға шығасыз әрине, яғни грантты ұтып алатын балалардың алдың қатарына шығып, сізге міндетті түрде грант тағайындалатын болады. Сондықтан бұл бір кәдімгі ойын сияқты. Бұл сондықтан конкурс деп аталады. Бұл жерде ұпай саны ғана ескеріледі, ал сіздің қандай университетті таңдағаныңыз ескерілмейді. Ертең білім және ғылым министрлігінде гранттарды бөлген кезде, мынау абитуриент СДУ-ды таңдапты, бұның ұпайы СДУ-ға жетпейді деп олар әр университет бойынша бөлмейді. Олар мамандық бойынша бөледі. Бұл мамандыққа қанша бала үміткер, олардың ұпайлары қанша деген сияқты критерийларға ғана қарап, немесе қандай да бір ауылдық квотасы бар ма, қандай да бір жеңілдіктер бар ма, соған ғана қарап грантты теңдей сіздерге үлестіреді. Сондықтан, егер шектік ұпай алған болсаңыздар, міндетті түрде грант конкурсына қатысыңыздар, әркімнің мүмкіндігі бар. Грант конкурсы туралы сұрақтарыңыз бар болса, дайректке жазсаңыздар болады кейінірек, немесе осы тікелей эфирді кейін сақтағаннан кейін бірнеше қайтара көрсеңіздер де болады. Сол уақытта түсінетін боласыздар деп ойлаймын. Ал енді студенттер үйі туралы айтайын, Студенттер үйі енді биыл бізде сабақтар онлайн өтеді ма, офлайн өтеді ма, біз әзірге білмейміз. Өйткені қазіргі пандемия жағдайы қалай өрбиді, қалай аяқталады, ол әлі біз білмейміз, болжай да алмаймыз. Сондықтан біз кез келген жағдайға дайын отырмыз. Егер де пандемия ушықса, онда енді қашықтықта оқуға мүмкін тура келеді. Ондайға да біз дайынбыз. Қазір сабақтардың барлығы видео форматқа өтіп, оқытушыларымыз дайын отыр. Ал егер пандемия аяқталатын болса, бұрынғы қалыпты өмірімізге қайтадан келетін болсақ, онда университетке, кампусқа келіп оқитын боласыздар. Ондай жағдайда сіздер жатақханаға, студенттер үйіне тұруға қажеттіліктеріңіз туады. Сондықтан студенттер үйі де бұндай жағдайдың екі түрлі жағдайға да дайын отыр. Қазір студенттік үйде толық дезинфекциялар жасалды, ешкім тұрмайды ол жерде. Барлық сақтық шаралары жүріп жатыр. Мүмкін келесі жылы осы жаңа семестрда біз қашықтықтан емес, университеттің ішінде оқитын болармыз. Студенттер үйін бөлген кезде ең алдымен бірінші курс студенттеріне береді. Студенттер үйін, өйткені бірінші курс студенттеріне адаптация жүруі керек. Олар университетке үйренуі керек, достар тапқанша, үйренгенше жатақханада тұруы керек. Сондықтан біз бірінші орында студенттерге береміз, бірінші курстың студенттеріне. Одан кейін қалған орындарды 2, 3, 4 курс студенттері арасында бөлетін боламыз. Сондықтан ең алдымен өтінішті бірінші курс студенттерінен қабылдаймыз, одан кейін жоғары курс студенттерінен қабылдаймыз. Биыл жатақхананың ақысы бір семестрге 180 мың, айына 40 мың шамасында болады. Оны айына да төлеуге болады деп ұйғарды жатақхана басшылығы. Бұл ақының ішіне бірақ кешкі ас кірмейді, кешкі асты алып тастадық. Тек қана кешкі астан басқа барлық қызмет түрлері кіреді. Яғни төсек жабдықтары, бөлменің тазалығы, техперсоналдың жұмыс жасауы, яғни күзет, 24 сағат күзет деген сияқты барлық студенттер үйіндегі қызмет түрлері осы ақының ішіне кіреді.
Менің енді айтқым келген осы бүгінге оқу ақысын сіздер сайттан көре аласыздар. Оқу ақысы, осы жерде оқу ақысы туралы айтып кетейін. Биыл біз көбінесе кредиттік жүйе туралы көп айтып жатырмыз. Яғни оқу ақысы бір жылға осынша деп айтқанымен де сіз өзіңіз кредит санын таңдап оқу ақысын арзандатуға немесе көбірек кредит алып, көбірек ақша төлеуіңізге болады. Мәселен, бір семестрде бір студент 24 немесе 42 кредит арасында пәндерді таңдай алады. Сіз ең азы 24 кредит аласыз, ең көбі 42 кредит аласыз. Егер 42 кредиттен алсаңыз, сіз 3 жылда оқуды бітіріп шығасыз. Егер 20-24 кредиттен алатын болсаңыз, 4 жыл емес, 5 жыл, 6 жыл оқуыңыз да мүмкін. Тиісінше қанша кредит аласыз, оқу ақыңыз соған байланысты болады. Мәселен, кейбір мамандықта бір кредит саны мысалға 20 мың болса, сіз 24 кредит аласыз, яғни 24-ке көбейтесіз, сол сіздің бір семестрдегі оқу ақыңыз болады. Ал бірақ біз сайтқа қойған оқу ақыда біз шамамен 30 кредиттің бағасын қойдық. Бір семестрде бір студент шамамен 30 кредит алатын болса, ол оған ыңғайлы болады. Яғни сабақты дұрыс қорытуына, түсінуіне ыңғайлы болады деп біз 30 кредиттің бағасын жарияладық. Бірақ сіздер не 24, не 42 кредит алуға құқықтарыңыз бар. Қазір комментарийді қосайын. Сосын сіздердің сұрақтарыңызға жауап берейін. Қандай сұрақтар? Международное отношение, переводческое дело, грант бар ма? Гранттар негізі бөлінеді, бірақ біз ақылы бөлімге ғана қабылдаймыз. Сондай шешім шыққан болатын. Сондықтан грант конкурсына қатысқан кезде СДУ-ды таңдай алмайсыз. Бұл мамандықтар бойынша тек қана екі шет тілін таңдай аласыз, егер ағылшын тілі, тарих таңдаған болсаңыз. Психологиялық тестті тапсыра беруге болады ма? Біздің сайтқа кірсеңіз, тіркелу керек, сіз алдын ала ол тестке тіркелгеннен кейін сіз емтиханды тапсыра бересіз. Математика, педагогика таңдап жатырмыз, сабақтар ағылшынша өте ме? Бізде оқыту тілі толық ағылшынша, тек қана қазақ тілі әдебиет пәні мамандығы бойынша қазақша өтеді. Сондай-ақ құқықтануда қазақша өтеді, сосын журналистикада қазақ топтары бар, қалғаны бәрі ағылшын тілінде өтеді. Результаты конкурса когда будут? Результаты обычно 10 августа. Но в этом году мы точно не знаем. Тоже предполагаем то, что где-то к 10-му. Целевой гранттар бар ма? Жоқ, біздің гранттар целевой емес. Целевой деген ол университетке берілетін гранттар, яғни сіз ол целевой грант ұтқан кезде сол университетте ғана оқисыз, ауыса алмайсыз, сол университетті бітіріп шығуыңыз керек болады. Бірақ бізде жалпы мемлекеттік гранттар, ол гранттар бойынша сіз СДУ-да оқып жүріп, басқа университетке ауысып кетсеңіз, немесе басқа университетте оқып жүріп, СДУ-ға ауыссаңыз, грантыңыз сол күйінде сақталады. IELTS сертификаты болса, ағылшын емтихан тапсыруға қажет емес пе? Егер IELTS сертификатыңыз бар болса, онда біздің тестті тапсырмайсыз, бірден өте бересіз. Ағылшын тілі жеткілікті деп саналады сізге. Какие документы нужно подавать на конкурс грантов? Все это у нас на сайте есть. Можете посмотреть, пройдя по ссылке у нас в описании. 66 баллов. К сожалению, проходной балл для педагогики это 70. Вам надо будет пересдать, чтобы не то что на грант, а на платное, чтобы поступить. Вам надо будет пересдать ЭНТ в августе. Биыл оқу онлайн бола ма, ол белгісіз. Автоматизация СДУ-да жоқ, өкінішке орай. Бізде IT мамандықтарының бойынша автоматизация емес, ақпараттық жүйелер, есептеу техникасы және математикалық компьютерлік модельдеу мамандықтары бар. Оқу ақысында скидка бола ма? Сіз егер өте жақсы оқысаңыз, бірінші курстан кейін 50% немесе 30% жеңілдік ұтып алуыңызға болады. Можно ли сдать психотест после конкурса? Нет, вы должны прикрепить результаты этого теста при подаче документов. Мамандықтарға грант неше балдан берілетін қайдан көрсем болады? Онда ереже жоқ. Осы мамандыққа осынша балдан грант беріледі деген ереже жоқ. Барлығын салыстырып көріп, сосын барып сізге грант тағайындайды, тағайындамай соны айтатын болады. Барлығын түсіндірдім деп ойлаймын, қалай тіркелу туралы. Алматыға барып документ тапсыру обязательно ма? Жоқ. Сіз өз қалаңызда ЕГОФ арқылы грант конкурсына қатысасыз. Грант конкурсына қатыспасаңыз да ақылы бөлімге түссеңіз, өз үйіңізде отырып бізде онлайн құжат тапсырасыз.
Одан кейін егерде бізге оқуға түсіп жатсаңыз 20 тамызға дейін құжаттарыңызды алып келесіз. Әзірге бізге келмеуге кеңес береміз. Мүмкіндігінше барлығын қашықтықтан жасаңыздар. Кешкі асты қалай ішеді сонда дейді. Бізде кешкі асты өзіңіз сатып алып ішесіз. Бізде асханалар бар. Получается, что поступить в СДУ все должны пройти тест на английском. Да, это тест на уровень знания английского языка. Обязательно все поступающие сдают этот тест. Ағылшын тілін жақсы білмесе, маған СДУда оқу келмейме дейді. Қараңыз, бізге қажетті тіл деңгейі ол интермедиат. Егер интермедиаттан төмен болса тіліңіз, онда сіз сабақты түсінуіңіз қиын болады. Өйткені бізде сабақтар толық ағылшын тілінде өтеді, және бірінші күннен бастап сізге ағылшын тілінде сабақ өтеді. Енді ойлаңыз, сіз ағылшын тілін білмейсіз, сабаққа келдіңіз, отырсыз, сабақты түсінбей отырсыз. Сондықтан міндетті түрде СДУға түсердің алдында ағылшын тілін деңгейіңізді көтеріп алыңыз. Курстар қазір жеңілдікпен бізде набор болып жатыр, онлайн түрде өтеді, қатысып тіл деңгейіңізді көтеріп алсаңыздар болады. Егер де сіз мысалы интермедиатқа жетпесе деңгейіңіз, онда сізге сабақпен параллельно тіл курсына қатысу керек болады. Ол кезде бір сабағыңыз бар, оның үстіне тағы курс бар, қиын болады оқу. Сондықтан қазір қолыңыз бос кезде курсқа қатысып тіл деңгейін көтеріп алыңыз. Медицина саласы бар ма? Медицина өкінішке орай бізде жоқ. Ашылу керек, жоспарда бар, бірақ ол жақын арада бола ма, болмай ма, әлі белгісіз. Бізде ашылғанын қалаймыз. Ағылшын тілінде тест тапсыру міндетті ме? Таңдап отырған мамандығым юриспруденция. Міндетті. Біз сіздің тіліңіздің деңгейін білуіміз керек. Біз қай тілде білетініңізді, және сол бойынша, мысалы, сіз юриспруденцияда оқысаңыздар, біз сізге ағылшын тілін үйретеміз ғой, және сізге қай жерден бастап үйрету керек екенін біз білуіміз керек. Сондықтан сізден міндетті түрде тест аламыз. Ағылшын тілінен өте алмай қалса, барлығының уайымы осы ағылшын тілі екен. Өте алмай қалсаңыз, сізге белгілі бір деңгейге жетпеді деп жазып береді, және біздің СДУдағы тіл мектебіне жазылып деңгейіңізді міндетті түрде көтеруіңіз керек болады. Өйткені онсыз сіз сабақты түсіне алмайсыз, өзіңізге де қиын болады. Апай, конкурсқа қатыссақ, IELTS жоқты, ағылшын тест конкурстан кейін тапсырамыз ба, или алдында ма? Ағылшын тест ол біздің СДУдің тесті. Ол грант конкурсына қатысы жоқ. Грант конкурсына сіз ағылшын білесіз ба, білмейсіз ба деп қарамайды. Грант конкурсына тек қана сіздің ұбт ұпайыңыз бойынша гранттарды береді. Болды, грант алғаннан кейін бізге келіп оқуға түсетін кезде сіз уже тест тапсыру керексіз. Біз білу керекпіз сіздің деңгейіңізді. Екеуі екі бөлек нәрсе, шатастырмаңыздар. Ол СДУдің тесті, сондықтан СДУға келіп тапсырасыздар. Оқуға түскеннен кейін, 25 тамызға дейін тапсырсаңыз жеткілікті. Ал енді шекті балл туралы айтайыншы, айтпақшы. Шекті балл дегеніміз не? Көбісі ойлайды, шекті балл деген әр мамандыққа шекті балл болады деп ойлайды. Мысалға, математика, педагогикаға ойбай осынша, енді мысал түрінде айтайын, ішінде ойлап қалмаңыздар, мысалы 100 деп, қазақ тілі мен әдебиетіне 83 балл шекті балл деп ойлайды. Немесе тағы бір приложениялар арқылы біреуден естіп, бір түсініксіз сайттарға кіріп оқып алған талапкерлеріміз бар. Осынша мамандыққа осынша шекті балл екен ғой деп бізден сұрайды. Ол негізі барлығы қате ақпарат. Шекті балл дегеніміз ол 50 ұпай. 50 ұпай деген барлық мамандықтарға, және 70 ұпай тек қана педагогикалық мамандықтарға. Болды. Шекті балл дегеніміз осы. Егер сіз шекті баллды алсаңыз, болды, сіз не грантқа түсе аласыз, не университетке ақылыға түсе аласыз. Ал шекті баллды алмасаңыз, сіз мүлдем университетке түспейсіз, қайта тапсыру керек. Сіз сол шекті баллды алмағанша университетке түсе алмайсыз. Көбісі былай қателеседі. Мен шекті балл ала алмай қалдым, мысалға 38 балл алып қалдым, ол 50-ге жетпей тұр. Мен бірақ ақыл оқи салам деп ойлайды. Ол дұрыс емес. Сіз шекті балл ала алмасаңыз, сіз ақылы да, грантта да оқи алмайсыз. Ал енді университетке оқуға рұқсат деген шекті баллды алған балалар, олар грант конкурсына қатыса алады, немесе ақылы бөлімге оқуға түсе алады. То есть в целом университетте оқу үшін шекті балл керек. Шекті балл деген ол 50 ұпай немесе 70 ұпай. Болды. Басқа шекті балл деген болмайды. Гранттың шекті баллы деген болмайды. Ондай түсінік жоқ. В целом гранттың шекті баллы деген түсінік жоқ. То есть осы баллды алған балаға міндетті түрде грант береміз деген ереже жоқ. Мысалға, мемлекет білім және ғылым министрлігі былай айтпайды ғой, ақпараттық жүйелер мамандығына түсетіндерге тек 111 балл алғандарды ғана грантқа өткіземіз деп. А вдруг
бүкіл балалардың бәрін санаған кезде 111 балл алған балалардың барлық саны 300-ге де 400-ге де жетпей қалатын шығар. Соны қалған гранттар не істейді? Иә, мысалы ондай деген жоқ. Бұл кәдімгі ойын сияқты конкурс. Кім қанша балл алады, кімдікінен көп, соның бәрін салыстыра келе сіздердің араларыңызда гранттардың бәрін таратып береді. Сондықтан шекті балл алғандардың барлығы грантқа үміткер, ал именно грантқа шекті балл деген жоқ. Яғни қанша ұпай алсам мен грантқа точно түсем, айтыңызшы апай деп жазатындар болады. Ондайларға айтатынбыз, біз ондай нақты балды айта алмаймыз, және оны ешкім де айта алмайды. Егер біреу сізге осы шекті балл деп айтса, онда ол жай ғана болжап тұр, ол толық 100% сенімді ақпарат емес. Ол жай ғана алдыңғы жылғы балалардың ұпайымен салыстырып айтып тұр, иә. Бірақ ол салыстыру керек, бірақ әр жылы әртүрлі өтеді. Мысалға, екі шет тілі бойынша алдыңғы жылдары 108-109 шекті балл, сіздердің тілдермен айтқанда, шекті балл грантқа өткен талапкерлердің ең соңында тұрған талапкердің ұпайы 109 болған, 2017 ма, 18 ба. Бірақ соңғы жылы мысалға 123 болды. Ең грантқа түскендердің ішінде ең соңында тұрған баланың ұпайы 123 болған, иә. Мысалы, қараңыздар, арасында қандай айырмашылық, кәдімгідей 15 балдай айырмашылық бар, иә. Яғни биыл керісінше өте төмен болып кетуі мүмкін. Одан кейінгі жыл керісінше өте жоғары болып кетуі мүмкін. Сондықтан біз грантқа шекті балл осындай деп айта алмаймыз. Енді мен қазір қарап отырмын, барлықтарыңыздың сұрақтарыңыз бірдей екен. Сол ағылшын тестін көп айтып жатырсыздар. Ағылшын тест бәрі тапсырады деп жауап бердім. Мамандықтар жөнінде сайттан көре аласыздар. Гранттар жарияланды барлығы. Грант конкурсының, ең бастысы грант конкурсының қалай өтетінін білсеңіздер болды. Грантқа шекті ұпайдың болмайтынын білсеңіздер болды. Шекті ұпай алған адамдардың барлығы грантқа үміткер бола алатынын білсеңіздер болды. Және СДУ-ға бөлінген гранттар деген гранттар болмайды. Егер СДУ-ға грантқа түскілеріңіз келсе, сіздер жай ғана грант конкурсында СДУ-ның кодын жазасыздар. СДУ-дің коды 302. Міндетті түрде естеріңізге сақтап алыңыздар. Грант конкурсында 302 деген кодты көрсетсеңіздер, ол деген мен СДУ-ға түскім келеді дегенді білдіретін код. Сондықтан СДУ-ға түсу қиын деген біз мифті сейілткіміз келеді. Ондай қалыптасқан ереже жоқ. СДУ-ға түсу оңай. Мысалы, кез келген басқа университетке сіз қандай ұпаймен түссеңіз, СДУ-ға да сол ұпаймен түсесіз. Өйткені гранттың конкурсын біз ұйымдастырмаймыз, білім және ғылым министрлігі ұйымдастырады. Олар жалпы қарайды, ұпай саны бойынша бөледі гранттарды. Әркім мамандық бойынша грант ұтып алған кезде, әркім өзінің көрсеткен университетіне, осы университетке түсем десе, грант ұтқан жағдай сол университетке барады. Бірақ айырмашылық, СДУ-ға түсу оңай болса да, СДУ-да оқу талаптары өте жоғары. Яғни сіз тіл білуіңіз керек, мұғалімдер кішкене оқуға келгенде өте талапшыл, тәртіпке қатты мән береді, сосын оқуға өте қатты мән береді. Яғни оқу үлгеріміңіз өте жақсы болу керек. Түсу оңай, оқу қиын деген сияқты бір қалыптасқан, біздің студенттеріміздің арасында қалыптасқан бір ереже қағида бар. Сондықтан СДУ-ға түсуге қорықпаңыздар, бірақ оқуға келгенде өте жауапкершіліктеріңіз үлкен болсын деп айтқым келіп тұр. Егер сұрақтарыңыз бар болса, біздің дайректке жазсаңыздар болады. Немесе біздің WhatsApp номерімізді білесіз, 702-000-1133. Осы номерге жазсаңыздар, міндетті түрде сіздерге жауап беремін. Және бізге өте көп жазушылар, сондықтан өз кезегіңізді күтсеңіздер дейміз. Сұрақтардың бәрі бірдей екен. Ендеше мен тікелей эфирді аяқтайын. Сіздерге пайдалы мәлімет айттым деп ойлаймын. Сұрақтарыңыз бар болса жазасыздар, біз әрдайым байланыстамыз. Бұл эфирді сақтап қоямын. Тағы да бірнеше қайталап көрсеңіздер болады, және өзіңіз қатарлас талапкерлерге жіберсеңіз, олар да білсін грант конкурсы қалай өтетінін, СДУ-ға түсуге қандай талаптар бар екенін білсін. Сондықтан осы эфирді міндетті түрде сақтап қоямыз. Жақсы, онда барлықтарыңызға сәттілік тілейміз. УБТ-да жақсы ұпай жинадыңыздар деп ойлаймыз. УБТ-да төмен балл алып қалсаңыздар да уайымдамаңыздар. Барлығы жақсы болады дегіміз келеді, және грант конкурсында СДУ-дің коды 302-ні көрсетуді ұмытпаңыздар. Барлықтарыңызға сәттілік, сау болыңыздар.